Қазір білім алып келген жастар өте көп қой. Альхамдулилля, жақсы әлем таратып жатыр. Сондай жастардың біреуін Инстаграмнан кезіктіріп қалдым. Өте қатты ұнады. Қазір мен сол несін Инстаграм бәрін белгілеймін, иншалла. Тіркеліп алыңыздар. Не туралы айтқан маған ұнады. В общем, бәрі айтқан сөздердің бәрі ұнады. Бірақ маған қатты әсер еткендерінің бірі сабыр туралы айтты да, сонда былай дейді. Алла тағала айтты дейді. Сендерді бір-бірлеріңе сынақ қылып жараттым дейді. Бәріміз бір-бірімізге сынақпыз ғой шынында. Түптеп келгенде бар ғой. Әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне сынақ, әке балаға, бала әкеге деген сияқты. Әсіресе достарыңа. Мынандай просто соңғы кезде әлеуметтік желілерде өте көп айтылады ғой. Ана досыңды таста, басқамен дос бол, жақсы адаммен, успешныйлармен дос бол деген сияқты әңгімелер көп қой. Соған байланысты да мысалы сен ұзақ уақыт араласасың адаммен, енді Алла тағала ғой саған соны тағдырып қойған досыңды да. Это кезінде сен соның бір досыңның бәрібір неге араласың? Сен бір жақсылығын көрдің ғой, жақсы сөзін естідің, жақсы поддержкасын көрдің. Кейіннен қалай болса саған ұнамай қалады. Мүмкін емес қой ондай нәрсе. Просто сынақпыз да бір-бірімізді шыдауымыз керек, бір-бірімізге сабыр танытуымыз керек. Осы туралы айтып жатыр да ұстаз, альхамдулилля. Өте көп нәрселер. Мен прямо Инстаграм бүйтіп отырмын да, лайкты басып отырмын ғой. Әрбір сөзіне не туралы айтты. Одан кейін қатты қалған бір күні пайғамбарымыз саллаллаху хадис айтып жатыр да, шынтағымен бүйтіп таянып жатыр екен да. Одан сұрапты. Я Алланың елшісі, үлкен күнәлар жайлы айтып берші деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жатып. Үлкен күнә Аллаға серік қосу. Одан кейінгі күнә ата-анаға қарсы шығу деп айтты дейді. Қараңыздаршы, ата-ананың несі қандай жоғары рөлі. Одан кейін де шынтағымен жатқан дейді. Одан кейін тікке отырды дейді. Өйткені айтатын сөзі өте маңызды екенін түсіндіріп жатыр дейді да. Өтірік куәлік беру деп айтты дейді. Өтірік куәлік беру үлкен күнәлардан. Енді анау уағызшылар, ұстаздар Талғат Бақтылы, атын ғана білемін, түрін ғана білемін, болды кім. Енді имаммен мынандай шапан киіп алған. Баракаллах, ең бірінші кездестіргенде ол имамда бар ғой. Білмеймін, өзі білімді адамдардың бетінде тұрады ғой өзі. Нұр тұра ма, білмеймін, сөзін нық сөйлегеннен, уверенный сөйлегеннен кейін жеткізе ма. Жақсы, бірінші мен одан естіген уағызым мынандай болды. Бүйтіп отыр. Қол осылай. Намазсыз Аллаға жақындау мүмкін емес дейді. Ана ішіндегі бүкіл жаңағы білімі тоғыз келіп ана сондай сөз шығарып жатыр да, ана эмоция. Тағы қалып бір қанат өтіп кеткен, сосын тағы кездестіріп подписаться етіп алдым. Баракаллаху фикум. Достар, одан кейін тағы жаңа естіп жатқандар жаңағы зина туралы айтып жатыр да, ауырлығы күнәнің ше. Үшеуі осы дүниеде, үшеуі ақыретте Алла тағала жасалады дейді. Үшеуі соның біріншісі адам бетінен нұр кетіп қалады дейді. Нұр кетіп қалады екен, әдемілік кетіп қалады екен адам, зинағар адамның. Одан кейін пақыр болады екен, кедейліктен құтыламай қалады екен. Ауырлық. Үшіншісін не помню, в общем, тіркеліңіздер, соның тобылыстары. Баракалла. Енді өзіміз сол дінді жеткізушілерден болмасақ та, ақиқатқа тартушылардан болмасақ та, енді полный объем, хотя бы соларға сілтейік достар. Астында ссылкасын көрсетіп подписаться етіп алыңыздар, көп пайда табасыздар. Алла тағала біріңді біріңе сынақ қылдық деген. Біз бір-бірімізге сынақ. Мен әйеліме сынақпын, әйелім маған сынақ. Мен балама сынақпын, балам маған сынақ. Мен әкеме сынақпын, әкем маған сынақ. Мен досыма сынақпын, досым маған сынақ. Бір-бірімізді Алла тағала осылай сынайды. Алланың осы дүниедегі несі осы. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, осы бір адам ең жақсы адам дейді, адамдардың ішіндегі. Адамдармен араласады да, солардан келетін зияндарға сабыр ететін адам дейді. Мына адамнан қарағанда дейді, ешкіммен араласпайды дейді. Және ешкімнің келтірген зиянына сабыр ете алмайды ол дейді. Соған қарағанда мына адам қайда жақсы дейді ғой. Түсінесіз ғой, мен қазір білмеймін, мен онша араласқым келмейді адамда. Араласам ұрысып қала беремін мен. Көтере алмаймын мен адамдардың сөздерін. Мінезім шатақ мен ол. Мысалға да, ол адам адамдардың сәл төмендеулері. Адамдардың одан жақсылары болады, жоғарылаулары, ол адамдармен араласа береді. Енді әртүрлі адамдар болады ғой, енді адамдар болғасын арасында. Солардың келтірген зияндарына, сөздеріне, басқа мінездеріне сабыр етеді.